Bonjour à tous. Сәлем достар, біз бүгін сіздермен француз тіліндегі лих етістігінің жіктелуін үйренетін боламыз. Лих етістігі бізде қазақ тіліне оқу деп аударылады. Бұл үшінші топ етістігіне жатады. Осы шақта жіктейік. Мен оқимын je lis, сен оқисың tu lis, ол оқиды il lit, немесе elle lit егер қыз болса. Біз оқимыз nous lisons, сендер оқисыңдар vous lisez, олар оқиды ils lisent, elles lisent. Les exemples. Мысалдар. Mon petit frère a 7 ans et il peut lire 40 mots par minute. Менің інім 7 жаста, ол минутына 40 сөз оқи алады. Tu lis vite et bien. Сен тез әрі жақсы оқисың. Les mots avec lire. Енді осы lire сөзімен қандай сөздер келуі мүмкін? Соған мысалдар қарастырайық. Ne pas savoir lire. Білімсіз болу деп аударылады. Мысалы, elle ne sait pas lire. Ол, яғни, білімсіз дегенде орысша айтқанда быть невеждой деп аударылады. Ол білмейді деген сияқты да. Avoir beaucoup lu, көп оқыған адамды айтады. Мысалы, mon frère a beaucoup lu десек, менің ағам көп оқыған адам. Lire dans la pensée d'autrui. Өзгенің ойын оқу. Мысалы, tu peux lire dans la pensée d'autrui. Сен басқаның ойын оқи аласың ба? Деген мағынаны білдіреді. Lecture. La lecture бізде оқу деп аударылады. Lire dans la pensée de quelqu'un. Мына жерде біреудің ойын оқу. Жаңағы мен алдыңғы мысалдағы сөзбен екеуі синоним, мағыналары бір-біріне ұқсайды. Je pense ma mère lit dans la pensée de moi. Меніңше, менің анам ойымды оқиды, оқи алады деген сияқты. Homme de grande lecture дегеніміз оқып қалған адам, ұзақ уақыт оқыған адамды айтады. Avoir de bonne lecture. Жақсы кітаптар оқу. Ce livre est en lecture десек, бұл кітап оқылып жатыр деген мағынаны білдіреді. Merci pour votre attention. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Егер де алдағы уақытта тағы да француз тілін үйренуге байланысты видеолар шыққан қаласаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер, плюсик қойып кетіңіздер. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Au revoir.